Ассалаумағалейкум, армысыздар, ардақты ағайындар, құрметті көрермендер. Бүгін жексенбі Түркістан қаласындағы Алтынбұлақ автокөлік базарына келіп отырмыз сіздер үшін. Бүгінгі түсірілім арзан көліктер, қолжетімді көліктерге көңіл бөлетін боламыз. Видеоны көрсеңіздер, лайк басып тамашалауды ұмытпаңыздар ағайындар. Жұмысымызды бастаймыз, көріңіздер, бағасын беріңіздер. Ең арзан машина осы. Қайсы? 400 мың теңге. Беремде кетемін. Бол, ресейлік тіркеудегі 400 мың теңге. 400 мың теңге қайсы. Міне. Осы машина. Ең арзан. Білім деген адам болсын. Мен Бақ, телефон айтып өсеңіз. телефон міне. Иә. Телефоны 8778 694 14 14. Мінекей. Бір тиын қымбат берсе алмаймын. Ресейлік тіркеудегі 400 мың теңге дейді ағайын. Бәз! Жақсы сасқасы. Келесі арзан көліктердің қатары 400 мың теңгелік ағайындар. Қол жетімді қара халыққа қол жетімді бағалатта түсіріп жатырмыз. Арасында тіркеу Қазақстандікі 92 жылы шығарылған дейді. 400 мың теңге, қозғалтқыш күші 1.5. Осы көлікке қызығып жатсаңыздар, арзан көлік іздеп жатсаңыздар ағайындар, мінекей 400 мың теңгелік көлік. Қазір телефон сұраймыз. Көке, телефонды айтып жібересіз ба? Телефон 837 8777 116 116 2949 2949 мінекей ағайындар. Хабарласуға болады осы көлікке. 93 қойы, айта бер, 93 жөндеу жұмыстар қажет етпейді. Кузов, азын аулақ жұмыстары бар, көк түсі. Жылы қандай? 93. 400 мың? 400 мың теңге келсін баға. Мінекей шұғыл сауда көрермендер, бұл көліктің бағасы 400 мың теңге дейді. Телефон айтып өсеңіз. 871 867 76 75 76-75 ағайында, мінекей. 400 мың теңге бүгінгі базардағы ең арзан көлік. Шанағында жұмыстары бар деді. 400 мың теңгеге берем дейді бастапқы бағасы. Телефонды айтып кеттік, хабарласуға болады. Lexia 2006 жылы шығарылған, түсі алтын түс. Өздеріңіз көргендей дискісі титановый екен. Барлық жағдай жасалған, салоны таза, тіркеу Қазақстандікі. Кондиционер де бар екен. Қанша деп баспын? 2 миллион келісім бар. 2 миллион теңге дейді ағайындар. Келісім бағасы бар, барлық жағдаймен артық жұмысты қажет етпейді. Салоны таза, механика. Отын түрі бензин ғой, Иә, бензин. Отын түрі бензин дейді міне. Таза екен, мінекей. Терезе көтергіштері кнопкамен көтеріледі. Полный электропакет. Электропакет дейді. Жөндеу жұмыстары қажет етпейді. Ешқандай артық жұмысы жоқ көлік. Телефон айтып өсеңіз. 872 883 2010. 2010 ағайындар. Мінекей Донс дейді. Хабарласуға болады. Genttra автокөлігі мінекей. Тіркеу Қазақстандікі ақ. 2014 жылы шығарылған. 3 миллион 700 мың теңге сатылады екен. Телефоны 8775 430 97 33 ағайындар. Genttra автокөлігі мінекей. Genttra Devo, Devo Genttra ақ түс. Жылы қандай бұның? 14 жылғы шығарылған. Беріліс қорабы механика. Бензин ғой отын түрі? Бензин. Қанша шақырым жүрілген білесіз ба? 150 мыңдай шақырым жүрілгенің. Ағайындар салон таза екен деген міне. Салон таза. Таза ақтың иісі тұр. Түсі ақ. Шанағында ешқандай майысқан жерлері жоқ ағайындар мінекей. Көлік дайын көлік. Егесіне
Жылын сұраймыз. Жылы қандай дедіңіз? 14 жылы шығарған ағайын. Бағасы қанша бағасы? Бағасы 4'te 2. 4 миллион 700 мың теңге базарда. 4'te 2. 4'te 2 қоя. 4'te 2 дейді ағайынды кешіресіздер. 4 миллион 200 мың теңге базардағы баға, саудасы бар. Саудаласуға болады. Саудаласу үшін телефонды айтып берсеңіз. Қазір телефон айтады. Мінекей түсіріп кетейік. Адамдар да келіп жатыр. 4 миллион 200 мың теңге ағайындар. Gentra'ның ұялы телефоны 8778 990 71 93 ұялы телефонда хабарласуға болады. Осы көлікке қызығып жатсаңыздар. Келесі көлік Priora автокөлігі ВАЗ 2013 жылы шығарылған, түсі қара екен, сырты міне жуылмаған екен, анық көрініп тұрған жоқ. Бағасы 2 миллион 300 мың теңге келісеміз дейді. 2013 жылғы шығарылған. Кондиционер барлығы бар. Бағасы келісім бойынша бастапқы бағасы 2 миллион 300 мың теңге. Ұялы телефоны 8705 мінекей 696 94 68 ұялы телефонына хабарласуға болады. Түсі қара. Zafira Opel автокөлігі. Мінекей отбасылық көлік. Адамдар қарап жатыр, сұр свет салоны. Дискісі, мінекей көріп отырсыздар, дискісін титановый дискі. Артын ашып қойған. 7 орындық. 7 орындықты қозғалып күшкісі 2 дейді, қозғалып күшкісі. Механика беріліс қорабы. Жылы қандай дедіңіз? 2002 жылы шығарылған. Телефон айтып жүресіз ба? 702 567 567 50-20. 50-20 ұялы телефонына хабарласуға болады ағайындар. Opel Zafiraға қызығып жатсаңыздар ағайындар. ВАЗ автокөлігі мінекей 2005 жылы шығарылған. Ресейлік тіркеуде көлік 1/6 500 мың теңге дейді бағасы ағайындар. Келісім бағасы бар мінекей. Шұғыл сауда деп егесі айтып жатыр. 500 мың теңге. Ұялы телефоны 8701 498 36 22 хабарласуға болады. Келесі Nexia автокөлігі 1/6 2008 жылы шығарылған 1 миллион 300 мың теңге бағасы. Ұялы телефоны 8702 190 39 72 тіркеу ресейлікі. Келесі көлік ақ түсі Қазақстан тіркеудегі 2009 жылы шығарылған 1/6 отын түрі газ бензин дейді. Бағасы 1 миллион 350 мың теңге. Ұялы телефоны 8775 332 54 82 ұялы телефонына хабарласуға болады. Audi 100 бағасы 1 миллион 300 мың теңге, келісім бағасы бар. Қозғалт күшкісі 2. Отын түрі бензин, газ жоқ, газ бензин. Механика ма? Механика дейді. Телефонды айтып берсеңіз. 771 8771 348 348 05 00. 05 00 ұялы телефонына хабарласуға болады. Осындай Audi 100 көлігін қызығып жатсаңыздар. Mercedes сатылып жатыр. Лупарик деп жатады. Азына олақ шанағында өздеріңіз көргенде мінекей жұмыстары бар. Дегенмен бағасы да соған лайықты секілді. 96 жылы шығарған 2/8 қозғалт күшкіші отын түрі газ бензин дейді. Бағасы 3,5 миллион теңге. Тіркеу Қазақстандікі. Ұялы телефоны 8747 348 7083 ұялы телефонына хабарласуға болады. Осы көлікке қызығып жатсаңыздар. Niva автокөлігі жылы 2000 жылғы ғой? 2000 жылғы бағасы 1 миллион 100 мың теңге дейді. Қандай ма? Келісім бағасы бар. Телефонды айтып берсеңіз. 777 403 74 08. Барлығы жүріп тұр, иә? Болды. Механика, мінекей. Дискісі титановый.
1 миллион 100 мың теңге. Шанағында міне ішінде жұмыстары бар. Бірақ алыстан қарасаңыз көрінісі әдемі. 1 миллион 100 мың теңгелік Ниваға қызығып жатсаңыздар, мінекей ағайындар. Келесі Opel, тіркеу Қазақстандікі, түсі сұр. 2002 жылы шығарылған екен. Мінекей Зафираға қызығып жатсаңыздар, 7 орындықта шаруа көлік, механика беріліс құрап, салоны таза екен ағайындар. Бағасын қанша деп отырсыз? 3 миллион 100 мың теңгелік келісім бағасы бар. Жылы қандай? 2002 1.8 механика бензин. 1.8 отын түрі бензин. Кондиционер бар ма? Кондер бар істейді. Кондиционер бар дейді ағайындар. Жазға дайын. Доңғалақтары мінекей дискісі титановый. Телефонды айтып берсеңіз? 802 157 157 34 ұялы телефонына қалған сұрақтарды осы телефонға қоюға болады ағайындар. Саудасы бар әрине. Базардағы бағасы 3 миллион 100 мың теңге. Opel Vectra автокөлігі. Жылы қандай? Жылы 93. Объем 1.8. 1.8. Механика, е? Механика. Жұмысы жоқ. Тек айдау керек. Төбесінде люгі бар екен. Шанағында бәрі бояу өзінікі ме? Жоқ, енді 93-тен бері краскіленеді. Дөңгелегінің протекторлары желмеген екен, жаңа. Қанша деп отырсыз бағасы? 1 миллион деп тұрмыз, шамалы келісімі бар. Келісім бар, 1 миллион теңге келісім. Шұғыл сауда, енді телефонды айтып берсеңіз, сөйтіп айналдыра бір түсіріп кетейік. 705 698 2079. 2079 мінекей көрермендер, ұялы телефон алдық. Opel'ге қызығып жатсаңыздар, 1 миллион шұғыл саудасы бар дейді. Хабарласуға болады. Келесі көлік ВАЗ автокөлігі, кондиционер бар екен. Келісім бағасы бар, бағасы 1 миллион 800 мың теңге бағасы. ВАЗ Калина дейді. Шанағында азын-аулақ жұмыстары бар. Калина ғой аты, е? ВАЗ Калина. 1 миллион 800 мың теңге бағасы. Салоны таза ағайындар. Келісім бағасы бар. Келіспейтін дүние жоқ. Ұялы телефоны 8776 828 0856 телефонына хабарласуға болады. Nissan автокөлігі тіркеу Қазақстандікі 2007 жылы шығарылған. Қозғалтқыш күші 1.8. Барлық жағдайымен кондиционер барлығы бар дейді. Доңғалағы титановый. Классик Альмера. Nissan Альмера автокөлігі. Базарда бағасы қанша дедіңіз? Бағасы 3 миллион 200 мың теңге, келісім бағасы бар. Отын түрі бензин, ұялы телефоны 8778 225 08 ұялы телефонына хабарласуға болады. Манжур 2.8 ба қанша? 2.3. Болады бізге 2.3. 2.3 қозғалтқыш. Автомат па беріліс құрады? Автомат. Автомат дейді. Салоны былғары. Кеше 3 куб таптым ғой, қайқа барады екен? Бар жерге камера қойып тұр. Жылы қандай жылы? 96. 96 жылы шығарылған. Бағасы не деп 2 миллион 800. 2 миллион 800 мың теңге дейді. Қызығып жатсаңыздар, телефон айтып өтсеңіз телефон. 8702. 872 303. 303 82 56. 82 56 ағайындар. Хабарласуға болады, осы көлікке қызығып жатсаңыздар, Мерседес. Газ бензин. Отын түрі газ бензин. Автомат. 2115 автокөлігі ресейлік тіркеудегі. Бағасы қанша деп отырсыз? 1 миллион 240 ма? Бастапқы бағасы 1 миллион 200 мың теңге дейді, саудасы бар. Жылы қандай жылы? 2005 жылы шығарылған. Қазақша болады. Қазақ Болады қазақша ауыстыруға. Қазақ учетқа, қазақ тіркеуге ауыстыруға болады екен ағайындар. Мінекей дискісі титановый, салоны жақсы, жаңа көрдік, тағы да бір айналдыра тексеретін боламыз. 1.5 қой, е? 1.5. Кондиционер орнатылмаған. Электрозамок бәрі істейді. Иә, электрозамок. Газ бар. Отын түрі газ, бензин.
Telefonda айтып берсеңіз. 8776 Иә. 136 16 16. 16-16. Қызығып жатсаңыздар хабарласуға болады ағайындар, мінекей. Көрінісі бір айналдыра түсіп кетейік. Лада дейді. Салон таза ағайындар. Терезе көтергіштері кнопкамен екен ағайын. Мінекей көрермендер, осымен бүгінгі түсірілімнің соңына да келіп жеттік. Видео ұнаған болса лайк басыңыздар, және біздің арнадан қандай видео көргілеріңіз келеді, пікір алаңына жазып қалдырыңыздар. Біз сіздермен қоштаспаймыз, әрқашанда байланыстамыз.